Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Достар, бүгін біздің арнадан көретіндеріңіз: Ван Дейк үшін қандай шабуылшылар өте мықты? Хави Эрнандес ойланып қалды, Барселонада қалуы мүмкін. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып, 13-ші сектор арнасын қолдап жүріңіздер. Ал енді біз бастайық, кеттік. Спорт капитан басылымында Ливерпульдің капитаны Вирджил Ван Дейктен сұраған екен: сіз қандай ойыншыларға қарсы өзіңізді әлсіз сезіндіңіз? Сіз ойнаған ең мықты шабуылшылар кімдер деген сұраққа жауап берген екен. Ал Вирджил Ван Дейк болса бірінші ойыншы деп Оливье Жируды айтқан екен. Оливье Жиру жалпы қорғаушылардан да жақсы таласа алады әуедегі допқа. Мен бір қиналатын шабуылшылардың бірі осы Оливье Жиру, екіншісі Лионель Месси. Лионель Месси қандай шешім қабылдайтынын, қай бағытқа қарай жылжып кететінін, қашан теуіп кететінін, қашан пас беретінін түсінбейтін ойыншылардың бірі деді. Ал үшіншісі қазіргі таңда Эрлинг Холланд. Эрлинг Холландтың корпусы физикалық тұрғыда өте мықты, соққысы да мығым, жердегі допқа да, әуедегі допқа да соңына дейін таласатын шабуылшылардың бірі, қандай жағдайда да соққы бағыттап кеткісі келіп тұратын шабуылшы. Осы үш шабуылшыны айта аламын деген екен Вирджил Ван Дейк. Ал сіздер үшін қорғаушыларға ең қиын шабуылшылар кімдер? Достар, бүгін енді бәріміз негізінде ертеңгі Чемпиондар лигасына дайындалып отырмыз ғой, бірақ бүгінде тамаша ойындар бар екенін естеріңізге сала кетейік. Бүгін Интер клубы Удинезенің үйіне барып ойнайтын болады. Удинезе 15-ші орында, ал Интер 1-ші орында. Биыл чемпион боламын деп отырған клуб, және де чемпиондыққа жылдам өзінің уақытынан бұрын алып тастағысы келеді. Ол үшін Удинезе әдемі бір қадам жасауға арналған клуб деп санауға болады. Сондықтан да бүгін Интер клубы Удинезені ұтып алатынына біз сенімдіміз. Одан бөлек Сауд Арабиясының суперкубогы жартылай финалы болады екен. Бұл жерде де өте қызық ойындар бар. Аль-Иттихад Аль-Вахтамен кездесетін болады. Бұл жолы Аль-Иттихад жеңе алады ма? Бензема 8 ойын болды, гол салмай келе жатыр, гол сала алады ма деген ойлар бар. Негізінде Аль-Иттихад жеңіске жетеді деген ой бар, сенім бар. Ал жалпы сарапшылардың ойы да сондай. Сарапшылардың ойы екіге бөлінген ойын, ол Аль-Хилаль мен Аль-Наср ойыны. Аль-Хилальді өздеріңіз білесіздер, 32 ойын қатарынан жеңіліс, тең ойын дегенді білмей келе жатыр, тек қана жеңіспен келе жатыр. Ал Аль-Насрдың соңғы ойындарына қарайтын болсақ, өте мықты. Және де Аль-Хилаль мен Аль-Наср осы ойында біраз нәрсені шешетін болады. Жалпы Аль-Насрға бұдан басқа биылдыққа дым жоқ болып тұр. Сондықтан да Аль-Наср бүгін барын салу керек алаңда. Роналду бастаған жігіттер. Ал 13-ші сектордың демеушісі 1xBet компаниясы әдемі 13-ші сектор арқылы промокод беріп отыр сіздерге. 13-ші сектор промокодымен кіретін болсаңыздар, алғашқы депозит үшін 200 мың теңгеге дейін бонус ала аласыздар. Осындай тамаша ойындар тұрғанда, әдемі болжам тұрғанда, ең бастысы демеушіміз 1xBet керемет мүмкіндік беріп жатқанда жіберіп алмаңыздар, қапы қалмаңыздар. Сілтемесі осы видеоның астында. Наполи клубының белді мүшесі, мықты ойыншысы, вингері шабуылшысы Хвича Кварацхелия жайлы әңгімелесейік, достар. Хвича Кварацхелияға көп клубтар қызығып жатыр. Оның ішінде Барселонада соңғы кездері қызығушылық танытты, бірақ та Барселона оны ала алмайтын болды. Себебі Наполи клубы алсаңдар 130 миллион евроға алыңдар деген еді. 130 миллион евро әрине Барселонада жоқ. Не дегенмен де соңғы ақпараттарға сүйенетін болсақ, Наполи клубында қалатын болды Хвича Кварацхелия. Оның агенті анда барады, мында барады, Хвича Кварацхелияға ұсыныс тастап жатыр, анау бүйтіп жатыр деген ақпаратты таратып, әдемі келісім шарт жұлып алды Наполидан десек те болады. Бұл жерде Хвича Кварацхелияның агенті өте әдемі жұмыс жасай білді. Енді қазіргі таңда Хвича Кварацхелия Наполимен қазіргі келісім шартында 1,5 миллион евродай жалақы алады жылына. Ал жаңа келісім шартта 5 миллион евро алатын болады, 3 есеге көбейтіп алды. Жалпы қарап тұрсақ 5 миллион еврода көп емес. Қазіргі футболдағы футбол ойыншыларының жалақысымен салыстыратын болсақ, жалпы жақсы. 2028 жылға дейін жаңа келісім шарт жасалады деп күтіліп отыр. Осы маусымның соңында ол келісім шартқа да қол қойылады. Бұл ресми ақпараттардың бірі, мықты басылымдар жеткізіп жатыр. Daily Mail марка басылымдардың айтуын сіздерге жеткізіп жатырмыз. Енді Наполида қалғаны дұрыс па, қате ма, ол да белгісіз. Наполимен жақсы бір нәрселерге үміттеніп өте қиындау.
топ клубтар қызығып жатқан еді Хвича Кварацхелияға. Бірақ енді бір шетінен Наполи сосы Хвичаның өзінің клубы, өзін осы жерде еркін сезінеді. Сол 2-3 жылдан кейін-ақ басқа жерге бәлкім барып қалар. Осы жерде тәжірибесін шыңдай бергені де дұрыс шығар деген ойларда келеді. Барселонадағы жағдайды айта кетейік. Барселонадан Хави Эрнандес мен Чемпиондар Лигасын алсам да, Ла Лиганы алсам да, екеуін қатар алсам да кетемін деген нақты өзінің сөзін айтқан еді, сұхбатын берген еді. Сол сөз сұхбат шыққалы бері Барселона әлі жеңілмей келе жатыр. Және де осы мүмкіндіктерді көріп, өздерінің қол астындағы ойыншыларды көріп, басқа бапкер бұны жүргізе ала ма, жүргізе алмай ма деген күдіктер ұялап, Жоан Лапорта қазіргі таңда Хави Эрнандесті алып қалу керек деп қолынан келгеннің бәрін жасап жатыр. Ал ендігі кезекте Хави Эрнандес те ойланып қалған екен, бізді өте қатты таң қалдырды. Қалмаған таң қалмай көрсін. Ойланып қалғанда әлі нақты қаламын деген сөз емес. Хави Эрнандес айтыпты Жоан Лапортаға ұсыныс тастаған кезде. Сіз маған қал деп жатырсыз, көрейік деп жатырсыз, бірақ та маған команда керек. Маған қосалқы құрамда да мықты ойыншылар керек. Маған нақты позицияларға бір мықты вингер, бір шабуылшы, бір қапталдағы қорғаушы, 2 жақсы жартылай қорғаушы алып берсеңіздер, мен қалайын депті. Егер де ондай жағдай болмайтын болса, мен мына жерде өкінішке орай қала алмаймын. Келесі маусымда тағы да сөздің бәрін өзіме қабылдағым келмейді деген сияқты әңгіме айтқан екен Sky Sport басылымының айтуынша. Сіздердің ойларыңызша Хави Эрнандес Барселонада қалады ма, қалмайды ма? Оны да жаза отырыңыздар. Және де 13-ші сектор арнасына жазыла отыруды ұмытпаңыздар. 13-ші сектор арнасына жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.